Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осындай 6 угольниктен, 6 бұрышты дөңгелекшеден қалай сумка құрастыруға болатынын үйрететін боламыз. Менің өткен видеомда, осының алдындағы видеомда осы 6 бұрышты қалай тоқу керектігі жөнінде мастер-класс сабағым бар. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Енді неке 11 сантиметр болыпты. 11 сантиметр болған. Осының біз 7 штуғын тоқып алған болатынбыз. Енді осыны біз бір-біріне құрастырамыз. Бір-біріне құрастырып, сумка құрайтын боламыз. Менің негізгі инем 4-тік ине, және осындай кішкентай 3-тік ине де бізге керек болады. Арасына өткізіп жіберуге. Енді мінеке осылай, мына оң жағы мінеке, екі оң жағы, осыны бір-біріне былай құрайтын боламыз. Осылай бір-біріне құрайтын боламыз. Мінеке біздің мынау стол бегіміз. Неке мынау біздің бұрыштағы мына ілмек, және мына бұрыштағы мына ілмек. Енді осының ортасындағы осы жердегі ілмекпен және мынау столбиктің басындағы ілмек, мынау одан кейінгі ортадағы ілмек. Неке осы жерден осылай бастайтын боламыз. Ол үшін неке мына жібімізді осылай ортадан аламыз. Не ұшым мыняқта, мына ұшым мыняқта. Енді осыны осылай осы жерден осы екі ілмектен өткізіп алатын боламыз. Және мына ілмектен өткізіп аламыз. Екі жағында тартып қатырып алайық. Және осы жерге осылай бір воздушный іліп алайық. Мына жіптерімізді тартып, екі жағында тартып қатырып аламыз. Енді ары қарай оңай. Неке енді келесі ілмектің басына, келесі ілмегіміз, және мына жіп астында қалады осылай. Бер жақтан да келесі ілмегіміз мінеке. Осылай міне жіп астында. Енді осы жіпті осы 3 ілмектен түгел өткізіп аламыз. Бірден барлық 3 ілмектен өткізіп аламыз. Неке ары қарай тоқып кете береміз. Енді келесі ілмекке бергі басынан да келесі ілмекті аламыз осылай. Неке мына 3 ілмекті, осы 3 ілмекті бәрін түгел бір өткізіп аламыз.
осылай өткізіп аламыз. Міне келесі ілмегіміз. Бер жақтан да осылай келесі ілмек. Осының бәрін осылай өткізіп аламыз. Мінекей. Енді біз осыны осылай қосамыз және осылай қосамыз. Екі бұрышты осылай қосамыз. Сонда міне осы жерден бастап, мына жерден бастап, мына жерге дейін айналып тоқып келеміз. Каждый ілмекті бір-біріне қосамыз. Мына жерге дейін тоқып келеміз. Ешқандай ілмек қалдырмаймыз. Каждый ілмекті мына жақтан, мына жақтан, мына жақтан бейтіп алып, осы жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей мен осылай мінекей айналдырып тоқып келдім. Енді міне соңғы ілмегімізді өткізіп алдық. Мінекей. Бұрыштағы міне соңғы ілмек мына жақта. Мына жерде де мінекей екі бұрыштағы ортадағы ілмек соңғы ілмекке іліп алдық. Енді осыны сразу осылай қиып аламын. Енді осы жіпті, мына жіпті осылай қатты тартыңқырап, осылай мына жіңішкен иненің көмегімен өткізіп тастайсыздар. Бұлары іш жағына өткізіп тастайсыздар. Мына жіпті де осылай іш жағына өткізіп тастайсыздар. Мінекей біз осылай мына 5 дөңгелегімізді мінекей 1, 2, 3, 4, 5 дөңгелекті осылай бір-біріне қосып тоқып аламыз. Мінекей осылай. Дәл осылай өстіп бәрін бір-біріне қосып тоқып аламыз. 5-еуін, 5 штугын. Енді бізде мінекей 2 штук қалды. Осыны міне біреуін бер жағына осылай, біреуін мына жағына қосып тоқып келеміз. Мінекей осылай қоямыз бұрышына осылай. Және міне осы жерден бастап, мына жерден бастап, осы жерден бастап осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Мына жерді қалай тоқыдық? Осыны қалай тоқыдық? Дәл солай. Осыны да дәл солай. Мінекей мына бұрыштан бастаймыз да осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Екінші бетінде, екінші жағында дәл солай осы жерде мына бұрышына келтіріп аламыз да, осы жерге мына бұрышқа келтіріп аламыз да, осылай айналдырып, мына жерге дейін тоқып келеміз, осы жерге дейін. Осы бұрыштарды қалай қостық, мына жерді қалай қостық, дәл солай осылай айналдырып тоқып келеміз. Мен осылай аяғына дейін тоқып келдім. Бізде осындай әдемі сумка шықты. Өте әдемі болды. Қазір енді енін өлшеп көрейік. Осылай 23 сантиметр. 23 сантиметр болды. Биіктігі мына жері осылай, осы жерге дейін 16 сантиметр. Былай биіктігі 22. Енді біз ручкасын жасайтын боламыз. Ол үшін
мына осы жерден воздушный петля көтерілеміз. Енді мен қазір 100 воздушный петля көтеріліп тоқып көрейін деп отырмын. Сіздер енді өзіңізге ұнайтын қандай биіктікте тоқығыңыз келеді, өзіңізге ұнайтындай биіктікте воздушный петля көтеріліп келеміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай мен қазір 100 воздушный петля көтеріліп келем. Неке 100 воздушный петля көтеріліп келдім. Осындай ұзын болады. 100 воздушный петля көтерілдім. Енді мынаны мінеке, мына екінші басына мына жерге келіп қосыламыз. Мінеке мына бұрыштың ішіне келіп қосыламыз. Осылай бір ілмекке қосылсаңыз да болады. Енді әр ілмекке без накида столбиктан тоқып шығамыз. Ілмек қалдырмай, без накида. Бір ілмекке бір столбиктан жиектеп шығамыз. Қазір бұрышқа дейін тоқып келейік. Мына бұрышқа дейін тоқып келейік. Мына жерде камераның астында. Мына жіп қатты болғасын. Камераның астында қиындау. Тоқу. Осылай без накида столбикпен. Осы бұрышқа дейін тоқып келеміз. Мына ілмекке дейін тоқып келеміз. Мына жерге дейін тоқып келдім. Енді қарап отырсаңыз, мінеке. Мына жерде бізде мынау бұрыштың 2 столбигі осы жерде, мына жерден аламыз. Және екінші бетінде де мінеке. Мынау бұрыштың 2 столбигі осы жерден аламыз, мінеке. Осы жерден екі жағынан да әуелі жартылай столбиктан, яғни тек қана мына жерге мінеке. Мына жерге тек осылай ілмек іліп аламыз. Және мына келесі бұрыштан да осылай бір ілмек іліп аламыз. Бізде 3 ілмек болды. Осы 3 ілмекті бір ілмекке айналдырамыз. Неке. Енді ары қарай каждый ілмекке бір столбиктан тоқып кете береміз. Осы мына жаққа келгенде де, мына жерге келген кезде де дәл осындай мынандай алып шығарып аласыздар. Яғни мына жердегі мына бұрыштан бір ілмек алып қосып тоқып жібереміз де, осы мына жерге дейін тоқып келеміз өзіміз. Мінеке, мен айналдырып тоқып келдім. Воздушный петля көтерілген жерге келдік. Енді осы воздушный петлямыз 100 петляға 100 столбик без накида тоқып шығамыз. Мен мына хвостикті бірге қосып тоқып жіберемін. Осылай бірге алып отырып қосып тоқып жіберемін. Мінеке. Осы жердегі 100 ілмекке
мына жердегі бұрышқа, мына жердегі аркамызға осылай бір столбик тағы да тоқып жіберейік. Енді 100 ілмегімізге 100 столбигімізді тоқып шығамыз. Санап тоқысаңыздар да болады. Санамай-ақ та тоқи берсеңіз де болады. Осылай айналдырып тоқып келеміз. Мына столбиктің мына воздушный петляның бәрін тоқып, осы жерге дейін тоқып келеміз. Некеме айналдырып тоқып келдім ручкамызды. Енді міне жерде мына бір столбикті қалдырамыз да, мына бір ілмекті қалдырамыз да, мен келесі ілмекке осылай бір ілмекке өтіп аламын. Енді ары қарай біз жартылай столбикпен тағы бір жиектеп шығамыз. Мына ілмекті толық алмаймыз. Мына сыртқы бетіндегі тек бір ілмекке ғана осылай алып, тек жартылай ілмек тоқимыз. Мына бастаған жердегі ілмегімізді осылай белгілеп қояйық. Осы жерге дейін жартылай ілмекпен тоқып келеміз. Мына жаққа сразу өтіп аламыз. Мына ілмекке қатты болғасын, тоқу қиын. Осылай жарты ілмекпен мына жерге дейін тоқып келейік. Мына бұрышқа дейін тоқып келейік. Мына бұрыштағы бір ілмекті қалдырамыз. Біз қазір мына бұрыштағы бір ілмекті қалдырамыз, тоқымаймыз. Келесі ілмектен бастап тоқимыз. Мына жерге дейін келеміз де, мына жердегі бұрыштағы ілмекті тоже қалдырып кетеміз де, келесі ілмектен бастап тоқып кетеміз. Мына жерге келген кезде де осы мына бұрыштағы ілмекті, осы ілмекті қалдырып, мына ілмекті тоқисыз. Одан кейін мына ілмекті қалдырамыз, мына ілмекті тоқымаймыз, қалдырамыз. Мына ілмектен өтіп кетеміз осы ілмекке қарай. Солай тоққаныңыз өзіңізге дұрыс. Мына бұрыштағы ілмекті қалдырамыз да, мына бұрыштағы ілмекті қалдырамыз да, келесі ілмекке осылай өтіп кетеміз. Осылай ары қарай енді тоқып кете бересіздер. Осылай жиектеп мына жерін бәрін осылай айналып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Жаңа мына жердегі мына бұрыштағы ілмекті қалдырамыз тоже. Мына бұрыштағы ілмекті қалдырамыз, тоқымаймыз. Солай айналып тоқып келеміз мына жерге дейін. Мен аяғына дейін, соңына дейін тоқып келдім. Соңғы ілмекті бәрін тоқыдым. Енді осыны осылай аламыз да,
осы жерден қиямын. Енді мына биркамызды алып тастасақ болады. Енді осы жіпті жігімізді білдірмей әдемі аяқтау үшін жіңішке иненің көмегімен осылай аламын. Осыны ары қарай өткізіп жібереміз. Енді мына біздің жаңа жібіміз, осының түбінен осы мына жіпті кейін қарай өткіземіз. Сонда біздің жиегіміз осылай білінбей шығатын болады. Енді мына хвостикті міндетті түрде мына ұшын күйдіруді ұмытпаймыз. Мына ұшын күйдіреміз де осылай мына жіптердің арасына ішіне өткізіп тастайтын боламыз. Енді біз қазір көріп отырсаңыз, біз мына сумканың тек қана осы бір қапталынғана тоқып шықтық. Енді мына екінші жағын дәл мына жақта ұқсап, мына дәл мынандай алып, дәл мына екінші бетігімдей алып, осы жағында айналдырып, осылай түгел айналдырып тоқып аламыз. Әуелі бірінші без накида столбикпен тоқып аламыз. Мына бұрыштан бастасаңыз да болады, или мына жерден бастап кетсеңіз де болады. Осылай жібімізді аламыз да бір воздушный көтеріліп алып, келесі ілмектен осылай без накида ілмекпен столбикпен тоқып кете береміз. Әуелі бірінші қатар осылай без накида столбикпен жүргізіп аламыз. Мынандай алып, екінші бетіндегі де алып, одан кейін жартылай ілмекпен тағы да жүргізіп аламыз. Осы бетін қалай тоқыдық? Мына бұрыштарына келгенде ілмектерін тоже қысқартуды да ұмытпаймыз. Мына жерде мысалға, мына жерде бұрыштарда, янында да бұрышта да ілмектерді қысқартамыз. Осы екінші бетінде дәл арғы бет ұқсатып тоқып келеміз. Түсінікті деп ойлаймын. Өзіміз тоқып келе аламыз. Сумканың аяғында тоқып келейік. Мен сумкамды аяғына дейін тоқып келдім. Бізде осындай өте әдемі сумка шықты. Ручкасы де өте әдемі. Осындай жалпақты, менің саусағымнан да үлкен ені. Тоқып алыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұйырса, әлі де сумкалардың көптеген моделдерін тоқитын боламыз. Бұйырса, менімен бірге болыңыздар.
тоқып алыңыздар. Өте әдемі, өкінбейсіздер.